Мәжілістің аманат фракциясында бірыңғай уақыт мәселесін талқылау қорытындысы бойынша медицина, нейроғылым, биофизика, генетика, астрофизика, физиология салаларындағы ғылыми зерттеу институттары, салалық сарапшыларды барлық деңгейіндегі мәслихат депутаттары және мүдделі тұлғалардың қатысуымен бірыңғай уақыт белдеуінің халық денсаулығына, энергия тұтыну және еңбек өнімділігінің әсеріне мониторинг жүргізілді. Жұмыс барысында деректерді зерттеу сауалнама нәтижелері мен уақыт белдеу өзгеруіне дейінгі және одан кейінгі көрсеткіштерді салыстыратын кешенді тәсіл қолданылды. 40-тан астам метрика мен көрсеткіштерді қамтитын уақыт белдеуінің өзгеру халықтың денсаулығына, энергия тұтынуға, еңбек тиімділігіне, оқушылардың үлгеріміне, жол көлік оқиғаларының көрсеткішіне, қылмысқа және басқа аспектілерге әсерін бағалау бойынша зерттеу әдістемесі бекітілді. Денсаулық сақтау бағыты бойынша халықтың жас шамасына қарай бөлінген топтарын және қала мен ауыл тұрғындарын қамтитын талдау жүргізілді. Энергия тұтынушы бойынша ең жоғары жүктемелердің әсерін бағалау және еліміз бойынша көп пәтерлі тұрғын үйлерді электр энергиясын тұтынудағы статистикалық салыстыру жұмыстарын жүргізілді.